Далбан, үйдегі тамақтарым барға дейт екен. Ставкаға тігіп жүргенсің бе? Кішкене миға сиятын әңгіме айтшы. Тамақ тікпейді шығар. Мика, жетім бойы жауа қойшы. Майы, не үйіп кетті мұны? Не ақша жоқ, не тамақ жоқ. Қарны ашып кетті ма досым? Ашқандағандай кәм асқазанның ішінде екі қасық тұстап алып тарзылдатып отыр ғой, Маглюбей сияқты. Ой, сразу өйтпейсің бе досым? Қызықсың сен. Мәшеш, мұнан айналың? Кешегі заказдан ғой? Базар жоқ. Қолыңның сұғанағынан айналдым, братчика. Нема, сымба бірдеңе жоқ па, тамақтарға итеретін? Ол да бар ғой досым. Базар жоқ, сен не ананың ішінен 24 сағат магазин ашып тастағансың ба? 24 сағат қой оны. Сосын сен ана іші сала берме. Неге? Ертең ұмытып кетіп бір заказға барып тұрғанда үстімізден жасыл түтін шығып жатыр. Қатырасың. Алло. Иә. Аха. Все. Болды онда, кездескен кезде толықтай сөйлесеміз. Жақсы. Досым. Ертең кешке сөз салуға заказ түсті. Пожалуйста, шейіп кетпеш. Қашан шейдім мен? Қашан шеймәдім де. Алиса, мен соңғы күндері саған қаттан қалып жүрмін. Сенің жағдайында адамдарға стресстен шығу үшін кем дегенде 3-4 жыл уақыт кетеді. Ал сен болсаң осындай аз уақыттың ішінде үлкен қиыншылықты жеңдің. Негізі, бұның барлығы бір адамның арқасы. Қасыңдамын әр кез біргемін, мені ойлап қам жемеші мама, мені ойлап қам жемеші мама. Сен не пульт құсы жауап кете бересің? Па дела ма досым? Не дела ол саған қарап тұрған? Короче, кешке қарай ана сөз салатын жігіттің келісеміз. Оған дейін бір шамалы тиын істеу керек еді. 2000 теңгеден басқа дым ақша алған жоқ. 2000 теңге дейсің ба? Берші ма 2000 теңге? Мен саған 20 мың қайтарып беремін. Болды, қыстым. Енді ештеңе етпеймін. Бізде как раз аниматордың киімі бар екен ғой досым. Давай паркке барайық. Бір-екеуі бізден фотоға түссе де аз-маз тиын жасап алмаймыз ба? Сен басын істейді екен негізде. Осындай нормальный мнениелер айтшы, адамға пайдасы бар. Ұнады ма? Конечно, далаға болсын, кетіп жүр. Привет. Братандар, сендер ма? Келесі жолы бар ма? Мен алып кететін кезде пакет кигізбей алып кете беріңдерші. Сендер екендерді білем ғой мен. Айттым мен саған. Эффектіні ғой. Брат, короче, Турциядан қызым келді. Соған сөз салам. Саған бір тағы бір өтінішім болып тұр. Соны организовать етіп, кольцо необычный болу керек, живая музыка деген сияқты соның бәрін ұйымдастырып берсең, керім. Жүр. Біз организаторымыз, аниматорымыз, онда мен еспеймін. Брат, сен жағынан уайымдамашы. Любой сумма. Любой. Так. Живая музыка дейсің бе? Ага. Торт жігіт тұру керек қой. Лепестоктар мен ортада жүрек болу керек. Да. Соның ортасында екеуін тұрсаңдар. Главное, необычный болса болды. Ойбай, болды ғой. Болды. Келістік па? Ше? Келістік. Мен саған 2 күн уақыт бердім. Өзі 2 ай өтіп кетті, ақша қайдан, а? Қазір почкалар қаншадан болып отыр? Мен саған айттым ғой, Google'дан қарап қош деп. Зайбал жапшы аузыңды. Мен саған тағы да соңғы мүмкіндік берем. Осыдан ақша болмаса, ренжіме, мен сенімен сөйлеспеймін де, түсіндің бе? Айтпат деме. Түсіндің бе?
Все, базар окончен. Кеттік. На, братан. Все, от души, братан. Эффектный болды. От души. Смело ғой. Жа келесіне. Бля, келесіде бар ғой, басыңмен төмен салбырап тұру керек болады, братан. Маған болмайды ғой. Неге? Менде давление ғой. Бля, брат, 50 мың берем. Қалай? Бірақ мәскеме ана қойлардың қасында әрінсе күшті болады негізі. О, бля, жестко. Онда связдамыз ғой, брат. Все, Все, жаңа зай болсын, ренжіме, хорошо. Нормально. Все, давай. Все, давай, кеттік. Так, необычный бірдеңе деді да, қыз Турциядан келеді, живая музыка. Турк жігіттердің бешемен. Алло, Нұрмахан, бүгін кешке боссыңдар ма? Заказ бар сендерге. Күттің ғой. Қалайсың, істеп жатсың? Өзің ғой шақырған, жай шақырдың ба? Жай енді құрсын. Үйде іш пісіп кеткен шығар, отырып дедім да. Таза ауа келіп отырсын дедім. Не істейміз ал? Не істейміз? Давай, скакалка ойнайық. Екеуміз. Бірақ өзі есе ұтылып қаласың. Одан мен сені күшті қалып қыдыртайын да. Давай ма? Кеттік. Кеттік па? Да. Let's go ғой қарай, иә? Әлшер, Ау? басқа жерге барайықшы. Ну, амашылық па? Я просто кукуруз дайын болып қалды. Ей! Амашылық па? Үнін тыңдап көр, жүрегімнің бір түрлі. Не болды, бәрі жақсы ма? Настроение шығып кетті. Иә, жақсы бәрі. Точно? Неге әлде катамаран алмадық? Ондай катамаранды негізі екі адам айдайды ғой. Екеуміз мінетін болсақ, мен ғана теуіп кетсем, ол катамаран тек бір жерді ғана айналып тұрайын деп тұр ғой. Мына жер әдемі екен, иә? А ты, кстати, романтик. Барлығы ғой, барлығы тырысам. Маған дейін де мына жерге басқа біреуді алып қойғашы. Наоборот, басқа біреуді мен алып қояйын мына жерге. Ойнаш, красавчик ғой? Иә. Шынымен де. Айтшы, не болды? Ана жігіт пен қызды көрдің да, настроение түсіп кетті ғой сенің. Айтшы, өліс наоборот, қайғыңмен. 50-ін өзің ал, 50-ін маған бер. 50-де 50 қайғырайық та. Айтшы. Негізі, бір жыл бойын бәрі жақсы болған. Содан кейін вообще телефон көтерген жоқ па? Ничего. Зато сен оның қандай адам екенін білдің. Ол сен тыстап кеткен жоқ. Сен одан құтылдың просто. Сондықтан да сынба, сөнбе. Өзіңнің арманыңа тұр да шүкір. Шүкір деп кешіріңіз. Аспан шексіздігіндей сезім бар екеумізде, жарықты сөндірме, қара аспан төндірме, жанымда болсаң сен жол жайды кеме. Бұл бағыт бізге арналмаған деме. Екеумізге сенет, біз ұшқан айлақ, басы жылдам. Сенің арқанда мен бүгінгі күнім керемет өтті. Көптен бері бұлай қыдырған жоқпын. Ешқандай проблема емес. Келер жол тағы бір жерге шығам деп атсаң, бір звонок қой. Жақсы. Рахмет саған көп. Оқас жоқ. Сосын бар ғой. Үйде бір өзің қаласың ғой. Иә. Депрессияға кіріп, ішінен іліп алуды қойшы бар ғой. Адам баласына қиындық жеңу үшін береді. Жеңілу үшін емес. Бір сөз айтайын саған. Сында
және сөнбе. Чем айтып берген жоқпын ба да? Мына сөзі бар ғой, тиктокқа салатын болсақ, жоқ дегенде екі ләм жинайды бар ғой. Саған тегін кетіп отыр. Давай, тез, жігіттер, тез сендер сен ақша не үшін жіберіп жатыр сендерге? Тез қойыңдар. Сосын мынау не ма, анау, иә дейтін ғой әйтеуір, иә? Соң, брат. Қал, бірінші командсың ба? Қалай? Жоқ, бәрі нормально ма? Жоқ, нормально, бәрі уайымдама. Иә дейді ғой, иә дейді, тым уайымдамашы. Бұл жігіттер жоқ дейтін дайындамайды, тек қана иә дейтін дайындайды ғой. Қобалжып тұрмын кішкене. Қобалжып тұрмын. Қолжыма, нормально бәрі. Қыздың иә дейтініне 1-2 жыбы коэффициент тұр. Все, братан, сендерге сендім. Все, давай, уайымдама. Все, давай, тез, жігіттер. Что там, досым? Бәрі дайын ба? Мал қайда жүрсің? А? Не болды? Малсың ғой таза. Қалай сонда мал? Кәдімгі прозрачный, таза малсың. Қайда жүрсің ол? Өрісте? 20 мың теңге болады. Ондай әңгіме етпейтін шығарсың маған? 20 мың? Айты осының бәрі нормально ғой да? Осыған сетіп тұрмыз ғой, Бодай четко ғой бәрі, атылатындар бәрі атылады ғой, жарықтар. Нормально ғой да? Ансамбль қайда? Ансамбльдің жігіттері қайда? Жігіттер тез етейік та, бағана келсіз ғой нормально уақытқа. Кешікпейміз дедік қой. Ят бойынып тұр. Мен сендерге сендім, жігіттер айырамыз ғой, Давай дегенде аңқиып қалмайық. Давай. Так, келдің бе? Мә, мынау донер, кольцо ішінде. Давай. Мадина, мен осы сәтті ұзақ күттім. Қысқасы, мен сені сүйемін. Маған тұрмысқа шығасың ба? Жақсы адамдар, бақытты өмірдің басқа адамдарын. Стоп! Ты что, дурак, что ли? Что это? Это шутка, да? Ты что меня позоришь? Извини, но нет. Мадина! Ема, братан, не болды мынау? Қайдағы жақсы адамдарым? Өзі айтты ғой, Түркиядан кетті. Брат, мен түрік келеді дедім ба? Оны жаңа донерге ішіне кольцо салып алып келгеннес, соның бәрі саған романтика болып көріне ма не? Сен қайта рахмет айт. Турецкий бардаққа қара шай құйып әкеліп бардағын шығармағанына. Романтика деген білмеймін, айтфонды білемін конкретно романтика деген. Что там есептеп тастаймыз, а? Еще есептеп тастаймыз. Какой-то аниматорлар, малдар. Мал дедің бе сен? Бүгінді қой тартпа, санамның жіптері саусақтарыңда. Әр ойым саған тәуелді, өзімді түсініп үлгерейін әуелі. Ойнама қой, кезеңді аяғына дейін өтесең. Ойнама қой, соңғы бол шыққанда жаныңда болмаса. Бүгінді қой тартпа, санамның жіптері саусақтарымда. Әр ойым саған